Өміріңіздегі сіз күткен кезең, сіз күткен прорыв, сіз күткен үлкен өзгеріс сізге қай кезде келеді дейтін болсаңыз, ол тек қана бір ғана себептен, бойыңыздағы қорқыныш кеткен кезде ғана. Яғни сіз ойлайсыз, сіздің бойыңызда, сізге кажется, бойыңызда түрлі қорқыныштар бар секілді. Яғни бір адам ойлайды, мен жалғыз қалудан қорқамын. Бір адам ойлайды, мен ауру болып қалғаннан қорқамын, менің ең басты қорқынышым сол. Бір адам ойлайды, мен кедей болып қалудан, ақшасыз қалудан қорқамын, менің ең басты өмірлік қорқынышым сол. Үшіншісі ойлайды, мен отбасымнан айырылудан, бала шағам үшін қорқамын, және менің ең ауыр, ең үлкен қорқынышым осы нәрседе деп ойлайды. Ал кейбір адамдар ойлайды, мен өмірімдегі барлық нәрседен қорқамын. Яғни менің қорқынышым түрлі объекттерге, түрлі нәрселерге негізделген деп. Шындығында біліңіз, қорқыныш ешқашан көп болмайды. Барлық қорқыныштың түбі біреу ғана. Не үшін сізде дәл осы қорқыныш бар? Өйткені сіз өзіңіздің тамырыңызды сезінбейсіз. Яғни сіздің Құдаймен рухани байланысыңыздың аздығында. Қай кезде сіздің ішіңізде Құдаймен байланыс болмайды, сіз өмірдегі барлық нәрседен қорқасыз. Өмірді сүруден, өмірдегі оқиғалардың сізді сындыруынан, түрлі қиындықтардан, жалғыз қалудан деген секілді түрлі себептермен. Және сіздің миыңыз ойлайды, бұның басқаларға қатысы жоқ, менің қорқыныштарым бірнеше деп. Сіз біліңіз, сіздің қорқынышыңыз жалғыз ғана. Жалғыз қорқынышыңыздың жалғыз себебі сіз өзіңізді жалғыз сезінетін болғаныңыздан. Яғни сіздің бейсаналы ойыңызша, сіз сондай бір терең үңгірге түсетін болсаңыз, сізді құтқаратын ешкім жоқ. Егер де сіз сондай бір қиындыққа тап болатын болсаңыз, сізге көмектесер ешкім жоқ. Ешкім сізді аямайды. Адамдардың бәрі қарсы секілді, оқиғалардың барлығы сізге қарсы секілді, өмір сізді аямайтын секілді. Өмірде, Құдайда сізге қатысты кейбір адамдарда белгілі бір жек көрініш бар секілді. Яғни ең ақыр аяғында сіз сонда неден қорқасыз дегенде, ол өзіңіздің жалғыздығыңыз сізге барлық қорқынышты беретін. Мысалға алып қараңыз, сіз жай ғана ыдыста өскен ағашсыз, да? Ыдыста өскен өсімдіксіз. Сіз әрине желден қорқасыз. Сіз әрине күннен қорқасыз. Сіз әрине жан-жақтағы өтіп жатқан адамдардан қорқасыз. Өйткені сіздің түбіңіз жоқ, сіздің тамырыңыз жоқ. Я болмаса сіздің тамырыңыз ол шектеулі. Ал қай кезде сіз мына өмірмен, қоршаған реальностьпен, қоршаған ортамен толықтай байланысыңызды орнатасыз, қай кезде бүкіл нәрсені, барлық дүниені Құдайға, өмірге тапсырасыз, қай кезде өзіңіздің тамырыңызды жерге жаясыз, дәл сол кезде сізді ешқандай жел, ешқандай адам, ешқандай оқиға, ешқандай күн, ешқандай түн сізді қорқыта алмайтын болады. Өйткені сіз білесіз тамырыңыздың қайда жайылғанын, сізді не қорғайтынын, сізді не қолдайтынын. Өмірдің өзі, табиғаттың өзі, сіздің негізіңіз, яғни почва, топырақтың өзі сіздің барлық жағдайыңызды жасап тұр. Сіз нағыз бәйтерекке сол кезде ғана айналасыз. Егер де дәл осы білімдерді терең түсінгіңіз келсе, ішіңізден оянғыңыз келсе, ішкі Құдайдың энергиясына шынымен де қосылып шексіздікке өткіңіз келсе, онда міндетті түрде оянуға келіңіз.